Ал біздер базардан жаңа қалалап келдік. Базарға барып шайникті қоямыз. Сөйтіп, сіздерге зор жаңалықларым бар. Жаңалықларымның біреуі бүгін гвоздика алдық мынандай. Бұны жаңа не қылсаң, ұсы біреуін деп аузыңа салып солып жүрсең, аузыңдағы иісті кетіреді екен, жаман, жағымсыз иіс. Сөйтіп, ұсында қайнаған суға қайнатып, суын азанда ішсең, ішектерін тазалайды екен құласы. Бетімнен үгірей шығып кете береді ғой. Сол затларды тазалайды екен, сол ішіп көре жаққан. Базардан және маек алдық мына аяқта. Маектер үйлі тауысып болмадық, енді бұны мына аяқта бір жерлерге сап қоямыз. Мыналар таусыламанда кеш. Сілерде осындай бір лоток маек қаншадан тұрады? Бізде де арзан қалды маектер. Ұсыны 30 мың сом қалдық қой. Бір дана маек 1000 сомнан. Продуктлерімізді тақыластыра береміз енді. Кеттік қане. Базардан ысмалақ алдық. Ысмалақ сөйтіп редиска. Қатығамаппыз олай. Қатықпай араластырып жейсің редисканы. Өзін ақ жеріміз яқшы нанменен. Екінші. Кеттік. Кейінісі сүт. Бізде сиырымызды апарып тастадық. Баға алмадық. Соның үшін сүтті сатып аламыз. Сары май, тағы да каш алдық. Мынау болса көш. Онан холодильникке саламыз. Көк шай. Қапамызға холодец. Ізінен күріш. Ізінен шаймен ішуге мазалы затлардан. 2 сумкамыз таусылды, енді 3-ші сумкамыз. Бұлардың ішінде картоп, пияз, сондай затлар оларды мына жақта құтыларға сала береміз. Сонымен біздердің продуктлеріміз таусылды. Енді ең басты сіздерге сюрпризді көрсетемін. Оны кейінірек көрсетемін. Басты сюрпризді көрмесін азғантай жүрек жалғап алып болмаса құлап қаласыз көріп. Межолда көруге барадыр. Айран межолда низат деп көреміз енді. Қазір көрсетемін. Бүгін біздер қаладан, мал базардан қой алдық. Қош, сөйтіп не қозысы бар. Қалай сілерге? Қозысы қыз екен, қой екен. Мені құттықтай берсеңіз болады. Мен шопан болдым. Бір қоймен шопан болдым.